Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бұл бейне сабақта біз мынадай бір функцияның туындысын алуды үйрететін боламыз. Яғни екі түрлі функция. Жалпы екі функция бір-біріне көбейтіліп тұр, туынды табуымыз керек. Бұндай жағдай не істейміз? Жалпы екі функция u көбейту v деген екі функция берілсе, жалпы осылардың туындысын алу үшін не істейтін едік? Бірінші u-дан туынды алып v-ға көбейтеміз, оған қосу дейміз да, v-дан туынды алып u-ға көбейтетін боламыз. Дәл осындай формула беріледі. Енді мына жағдайда біз не істейміз? U тең болады нешеге? X минус 1-ге. V тең болады нешеге? E-нің x дәрежесіне. Дәл осы формулаға саламыз. f'(x) туындысы тең болады. Біріншісі U-дан туынды аламыз. Бізде x минус 1-ден туындасақ, 1-дің туындысы 0, x-дің туындысы 1. Көбейту. V-ны туындамаймыз, бұның өзін қайтып көшіп жазамыз. E-нің x дәрежесі. Қосылған. Міндетті түрде қосу болады. Көбейту болғаннан кейін. V-дан туынды аламыз. V дегеніміз EX-дің туындысын бөлуіміз керек. Ол нешеге тең? EX-дің өзіне тең. Көбейту. U-ды қайтып көшіріп жазамыз. U дегеніміз неге тең? X минус 1-ге тең. X минус 1-ге. Енді екеуінде де EX бар екен. EX-тарды жақшаның алдынан шығарсақ не болады? EX жақшаның алдынан шығып кетсе 1 қалады. Қосылған. Мынадан EX шығып кетсе X минус 1 қалады. X минус 1 тең. Енді мына минус 1 мен плюс 1 жойылып кетеді. EX көбейтілген мынау қалады. Көбейту X. Сонда бізде жауабы x көбейту e-нің x дәрежесі v нұсқасында тұр екен.